Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы 12 қасықтан тұратын заттардан құралған итальяндық өте нәзік пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ең әуелі 3 жұмыртқаны ыдысымызға салып, жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Оның үстіне 12 қасық қантымызды саламыз. Тағы да миксерлейміз. Егер миксер болмаған жағдайда венчикті қолдануға болады. Бірақ ол кезде 5 минуттай уақыттарыңыз кетеді. Көпіргенше миксерлеп болған соң, оның үстіне 12 қасық өсімдік майымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырып миксерлейміз. Оның үстіне 12 қасық сүтімізді құямыз. Сүттің майлылығы мен жылы мұздайлығы маңызды емес температурасы. Сүтті миксерлеп болған соң, оның үстіне 12 қасық ұнымызды салып, тағы да 1 ас қасық соданы және де жарты ас қасық лимон қышқылын салып, барлық қоспаны миксермен 3 минуттай араластырамыз. Дайын болған қоспаны табамызға диаметрі 20-22 см болатын табаға салып, қызып тұрған пешке 180 градусқа қоямыз. Менің пирогым жарты сағатта пісті. Пирогтың піскен-піспегенін ағаш таяқшаны салып анықтауға болады. Пирогты өз қалауларыңызша бөліп, дәл солай шайға ұсынсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты осылай бисквитті ортасынан 2-ге бөліп, оған сгущенка жағып, екінші бөлігіне де сгущенка жағып алдым. Және де пирогты бірінің үстіне бірін қойып, оның үстін қант ұнтағымен әсемдеп, және де қалауларыңызша бөліп шайға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте нәзік. Үйдегілердің көңілінен міндетті түрде шығады. Жасап көріңіздер.